Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай қытырлық және қатпарлы самсаның ең оңай рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. «500 грамм ұнға жарты шай қасық тұз, 150 грамм жылы сүт, 150 грамм жылы су қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырды пакетикке салып 20 минутқа демалдырып қоямыз. Салмамызды әзірлейміз. 300 грамм тартылған етке 250 грамм майдалап туралған жуаны қосамыз. Бір шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және жарты шай қасық зира қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Июі қанған қамырымызды екі күлшеге бөлеміз. Қамырымызды өте жұқа етіп жаямыз. Қамырдың бетіне ертілген май немесе маргарин жағамыз. Екінші жайылған нанды үстіне орналастырамыз. Бетіне май жағамыз. Нанымызды рулет тәрізді ораймыз. Енді қамырымызды бөлшектерге бөлеміз. Әр бөлшектің салмағы 35-40 граммнан шығу қажет. Қамырымыздың бетін жауып, мұздатқышқа 1 сағатқа қоямыз. Шағын күлшелерімізді жаямыз. Самсамызды түйеміз. Самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Кунжут немесе мак себеміз. Самсаларымызды духовкада 180 градуста беті қызарғанша дейін пісіреміз. Мінеки достар, біздің самсаларымыз дайын болды. Самсаларымыз өте дәмді, қатпарлы және қытырлақ болып шықты. Осындай самсаны міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Қазір самсаны ортасын бөліп көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.